саламатсыздар ма? Сіздермен Сарыарқа ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманы Нұрбек Нұрланұлы. Сіздермен бүгін талқылайтын сұрағымыз салық есептілігін тапсыруды уақытша тоқтату. Жеке кәсіпкерлер және заңды тұлға салық есептілігін тапсыруды уақытша тоқтату үшін біріншіден, салық есептілік нысанын толық түрде тапсыру қажет. Екіншіден, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды 2020 жылдың қаңтар айынан бастап әр айға 2975 теңгеден төленуі қажет. Айтылған міндеттер орындалған соң, салық төлеушінің кабинетіне электронды кілт арқылы кіріп, салық өтініші батырмасын басамыз. Салық өтініштерінің ішінен салық есептілігін уақытша тоқтатуды таңдаймыз. Салық есептілігін тапсыруды уақытша тоқтату өтінішін толтырып, мемлекеттік кірістер органдарына жібереміз. Мемлекеттік кірістер органдары 3 жұмыс күні ішінде өтінішті қарастырып, шешім қабылдайды. Қабылданған шешімді салық төлеушінің кабинетінде электронды сервис, барлық сервистер салық есептілігін табыс ету, тоқтата тұру, ұзарту, қайта бастау және салық есептілігін қайтарып алу туралы мәліметтерін ішінен қарай аласыздар.